Тәжірибеміздің ең бірінші кезеңі негізгі шикізатты дайындау. Біз жай сиыр сүтін қолданамыз. Сүттегі ең басты құрылымдық белок казеин бар. Сүттегі казеин болашақ биопластигіміздің негізі болады. Енді сүтті қыздырамыз. Маңыздысы оны қайнатпау керек. Идеалды температура 50 градус шамамен. Ыстық сүтте казеин молекулалары белсендірей түседі. Бұл олардың әрекеттесуін жеңілдетеді. Сүтті қыздырған кезде оған сірке қышқылын қосса, сүттің құрамындағы казеин ақуызы қышқылдың әсеріне ұйып, тұнба түрінде бөлініп шығады. Осы тұнбаны сүзу арқылы табиғи пластиктан бастапқы шикізатты казеин алынады.